Білім беру бағдарламасы 6В07320 тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың сәулеті. Білім беру бағдарламасының мақсаты сәулет және қала құрылысы саласындағы бакалаврларды қазіргі заманғы дизайн мен өндіріс қажеттіліктеріне жауап беретін кәсіби мәселелерді шешуге даярлау. Қызмет саласы, сәулет және қала құрылысы саласы орта кәсіптік білім. Кәсіби практика студенттер мен магистранттардың университетте оқу процесінде алған білімдерін бекітуге, игеруге бағытталған. Санар жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Жанболатов Сағындық Смайлұлы. Орта жауапкершілігі шектеулі серіктестік Ақмола қаласының бас жоспарының авторларының бірі негізін қалаушы Рустамбеков Серік Исаевич. Астана Генплан ғылыми зерттеу және жобалау институты. Орхидея жобалау компаниясы. Қазақстан нарығында 18 жыл 10 мыңнан астам жоба аяқтаған. Гүлденас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қонақ бөлмеден кең кеңістікке дейінгі эксклюзивті интерьер дизайнын жасау. Академиялық ұтқырлық кафедраның студенттері шетелдік жетекші университеттерде оқиды. Ресей, Санкт-Петербург мемлекеттік сәулеттік құрылыс университеті. Ресей, Томск мемлекеттік сәулет құрылыс университеті. Польша, Тадеуш Костюшка атындағы Краков политехникалық университеті. Польша, Силезия техникалық университеті. Польша, Варшава жаратылыстану ғылымдары университеті. Корея, Инчхон ұлттық университеті. Корея, Седжон университеті. Түлектер галереясы. Чекаев Фарид Мнирович, сәулет ғылымдарының кандидаты, профессор. Исина Асем Зайсанқызы, PhD докторы, доцент. Базыкен Елнар Болатұлы Нұр-Сұлтан қаласындағы урбанистика орталығының жетекшісі, сәулет өнерінің магистрі. Олжас Тортай аутлет дизайн және сәулет студиясының негізін қалаушы.